Кайырлуу күн достар. Бүгүн биз артык коспаларсыз дайындалатын балмуздак дайындайбыз. Дәмі өтө керемет болуп шықты. Үйдөгү балалардын баары таласып жеп алды. Видеомду көрмес бурун мага тиркелип кетүүнү унутпаңыздар. Алдымен бизге керек сгущенка, сливки және де хош иіс берүү үчүн ванилин. Бул бирок маңызды эмес. Алдымен сливкибизди кургактай ыдыска күйүп аламыз. Сливки міндетті түрдө салкын болуу кажет. Енді осыны миксердин төменги жылдамдыгы менен көтере отуруп, осындай коюу масса болгонча аралаштыратын боламыз. Мінекей осындай болуп чыгады. Енді осынын үстүнө сгущенкабызды күйүп, және де ванилинибизди салып, жакшылап миксерлеп алатын боламыз. Мінекей бізде осындай коймалжың масса шығады. Енді осыны мен екі түрлі дәмде болсын деп жүзімді алдым. Көз мөлшерімен осыны блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Жүзіміміз дайын болды. Осындай сұйықтау болып шықты. Енді біз мороженемізді екіге бөліп, оның біреуіне жүзімді құятын боламыз. Және жақсылап араластырып, бұл жүзім қосылған түрі менде кішкене сұйықтау болып шықты, өйткені жүзім өзі сок тәрізді сұйық болғандықтан. Енді біз осыларды арнайы ыдыстарға салатын боламыз. Менде осылай кекстің ыдысы. Осыдан 20 штуктай шықты. Бұны біз морозилкаге 4 сағатқа қатырып қоятын боламыз. Мен 2 сағатқа қатырдым, бірақ жақсы қатты. Егерде сіз 250 миллиграммдық одноразкі ыдыстармен жасайтын болсаңыз, 10 штуктай шығады. Біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Дүкендегі балмұздақтардан кем түспейді. Балалардың бәрі таласып жеп алды. Мен осылай балмұздаққа бельгийский вафли дайындадым. YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шықты. Егерде видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана.